сайтым DID деген сайт. Қазір сіздерге басынан бастап бірінші әрине перевод жасап аламыз. Мен мысалы регистрацияны iCloud арқылы жасайтын боламын. Осы жерге өзімнің ары қарай сайтымызға кіреміз. DID сайтымызға. Кіргеннен кейін перевод жасап қоямыз. Бірінші аватар видео дегенді басамыз. Мысалы мен 16:9 YouTube-тың размерін таңдайтын боламын. Ары қарай плюсті басып, бізде осындай бет ашылатын болады. Содан кейін создать аватар дегенді басамыз. Осыдан кейін өзімізге керекті фотоны таңдаймыз. Өзімізге керекті фотоны таңдап, қазір загрузка етіліп, осы жерден эмоциясын таңдасақ болады, қозғалысын таңдасақ болады, және позициясын таңдасақ болады. Ары қарай болып суретті сөйлету үшін сценарий дегенді басамыз, және осы жерге текст жазатын боламыз. Және бұл жерге 10 сөзден артық жазуға болмайды. Бірінші Мен Димаш Дайберген. Бірінші бұл жерден тілді таңдап аламыз. Тілден бұрын бізде ер адам дауыс керек. Және ары қарай осы жерден Қазақстан деп жазып, қазақ тілін таңдаймыз. Ең бірінші бізде дәулет деген шығады, соны таңдаймыз. Применить голос дегенді басамыз. Тыңдайық. Мен Димаш Құдайберген. Ары қарай видеомызды сохранить етеміз. Жерге атын жазсақ болады. Осыдан кейін видеомызды өзімізге жүктеп аламыз.
видеомуз жүктөлдү. Ачып көрсөк болот. Мен Димаш Кудайберген. Осы DAI программасы аркылуу биз осулай сүрөттөрдү сүйлөтөбүз. Сау болуңуздар.